Жауапкершілік. Шынар Әбілді аудармаларынан. Құдай бізге еркіндік берді. Абсолют еркіндік болмаса да, пенде баласының шешім қабылдап таңдау жасауына мейлінше жеткілікті еркіндік. Шешім мен таңдауыңа жауапкершілік аласың. Мен де, сен де. Басқалар да өз тірлігі үшін ар алдында және Құдай алдында жауапты. Бақи дүниеге өткенде адамнан жер бетіндегі ғұмырында не тындырғаны сұралады екен. Атақты израильдік философ әрі психолог Рамей Блектің мынадай тамаша түйіндемелері бар. Құдай сенен қандай көлік міндің деп сұрамайды. Көлігі жоқ қанша адамды жеткіздің деп сұрайды. Құдай үйің неше шаршы метр деп сұрамайды. Қанша адамға есігіңді ашқанды сұрайды. Құдай шкафыңда қанша киімің бар деп сұрамайды. Қанша адамды киіндірдің деп сұрайды. Құдай ең қомақты жалақың қанша болған еді демейді. Зор жалақын алу үшін өз мінезіңді түзей алдың ба деп сұрайды. Құдай қандай лауазымда болғаныңды сұрамайды. Ол тек жұмысыңды жан жүрегіңмен атқардың ба деп сұрайды. Құдай қанша досың бар деп сұрамайды. Қанша адамға дос бола білдің деп сұрайды. Құдай көршің қандай болды демейді. Жақындарыңа қамқор болдың ба деп сұрайды. Құдай терің қандай түсті деп сұрамайды. Мінезің жақсарды ма деп сұрайды. Адамның таңдауы көптеген құрамдас бөлшектен құралады. Тәрбие, оқыған кітап, көрген кино, достары, дағдысы, қызығушылығы, ішкі мәдениеті, ойы, яғни рухани дамуына байланысты. Рухани деңгей өскен сайын таңдау жасаудағы қателік азая береді, немесе керісінше. Виктор Рузов адамдарға таңдау не үшін берілетінін былай түсіндіреді. Тазалану үшін. Таңдау адамды тазалайды. Өйткені адамның санасының бүтіндей әрекетке түсуіне итермелейді дейді. Таңдау жасау үшін оның бұрыстығына, адамгершілікке жататынын, жатпайтынын, таза немесе лас екенін биіктететін яки тоқырауға түсіретінін, материалды және рухани екендігіне ойлануға тура келеді. Таңдауды адам жайдан-жай жасай салмайды. Таңдау жасау үшін адам рухани өсу қажет екенін сезінеді. Өмірдің мақсатын таңдаудың табиғатын түсіну қажетін ұғынады. Өмір бәрін өзі реттейді деу ағаттық. Өмір емес. Адамның өзі тағдырдың иесі, қожасы. Біз үшін таңдауды басқа жасасын десек, онда ел қатарлы, жұрттың баласындай, әке-шешемнің қалауымен, бастықтың көңілінен шығатын жағдай солай болды деуден аспаймыз. Өз ойың, сезімің, жауапкершілігің кеми береді. Бақытты болу, жауапкершілік алуды үйрену деген сөз. Құдайдың алдында жағдай солай болды. Жұрттың бәрі солай өмір сүрді деген сылтаулар қабылданбайды. Таңдау әр пенденің өз жауапкершілігі, жеке басының жауапкершілігі. Автор Александр Казакевич.